Бірнеше ай бойы қоғам назарында болған Атырау облысындағы отбасының жоғалуына байланысты жаңа дерек шықты. Халықаралық іздеуге жарияланған күдікті шетел аумағында қолға түсті. Өткен жылдың қараша айында бір отбасының 4 мүшесі байланысқа шықпай қалған туралы ақпарат тараған еді. 6 қаңтар күні Жангелдин ауылында 66 жастағы Мақсұт Қарабалин мен 64 жастағы жұбайы Нәсіп Өтешқалиева жоғалған еді. Бұл оқиғаға байланысты күдік отбасының күйеу баласына бағытталып, оған халықаралық іздеу жарияланған болатын. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша күдікті шетелде табылды. Индонезияда табылды. Қазір оны Қазақстанға қайтару мәселесі қарастырылып жатыр. Сонымен қатар, бүгінге дейін хабар ошарсыз кетті деп халықаралық іздеуге берілген бұрынғы жұбайы да табылған. Ресми ақпаратқа сәйкес, тергеу нұсқасы бойынша оқиға тұрмыстық жанжал негізінде орын алған болуы мүмкін. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда. Ақпарат құзырлы органның ресми хабарламасына негізделген. Құрметті тыңдармандар, қазақша каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.